Сәлематсыз ба достар? Бүгін мен сіздерді стористің құпияларымен таныстырамын. 20 түрлі сіздерге стористің фишкасын беремін. Бірінші, қалай публикация саламыз. Добавить публикация, ортасына қоямыз. Өзіміздің галереядан фон аламыз. Фонды үстіп шетіне әкелеміз. Көріп тұрғандарыңыздай фонды үстіне басып тұрамыз да, ортасындағы жаңағы салған публикациясына ортасына қарай тартамыз. Алдына қарай. Сол кезде жалғыз өзі тұрмайды, сіздің публикацияңыз фонның үстіне шығады. Тағы бір түрі, екінші фишкасы, публикацияңыз сіздің әдемі тұру үшін ортасына публикацияны саламыз, добавить публикация деп. Одан кейін галереядан копировать етіп, соған ұқсас екі фотоны әкелеміз де, екеуін вставить етіп, екі шетіне қоямыз. Одан кейін ортасына жазып, жаңа пост деп шығарамыз да, соны ортасына қойып қоямыз. Сол кезде сіздің постыңыз жалғыз өзі тұрмайды, тағы да әдемі болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Келесі фишка, фотоны қойған кезде бір фотоның үстіне жан-жағы домаланып шығады. Ол қалай дейді? Ол ешқандай қиындық жоқ. Фотоны қоямыз, үстінен бір басамыз, жан-жағы домаланады. Екінші басамыз, төртбұрышты болып шығады. Енді келесі жазудың түрлерін көрсетемін. Неше түрлі жазуға болады, сұрап жатады менен. Қалай жазамын деп. Міне, бұған керегі еш нәрсе емес. Басқа инстаграмнан, басқа жерден, компьютерден жасамаймыз, осы телефоннан ғана жасаймыз. Төбедегі мына 3А деген буквамен астындағы цветтерді қосып, неше түрлі жазуға болады. Міне, бөліп жаздық. Қараңыздар, қандай керемет. Әртүрлі әріптермен шықсаңыздар, стористарыңыздың өзі көркейіп шыға келеді. Әр әріп әртүрлі цветпен, және астындағы подложкасы да әртүрлі болып. Қараңыздаршы, міне керемет емес пе? Енді мына жерден жан-жағынан сіздер ползунокпен үлкейтуге, кішірейтуге болады әріптерін. Енді мен сіздерге тағы екінші жазудың түрін көрсетемін. Қарап тұрыңыздар, өте әдемі шығады. Қарасаңыздар, сіздер қызыққан боларсыздар. Қалай жазады деп ойланған да шығарсыздар. Міне, қайырлы таң деп жаздық. Қайырлы таң деп жазып, бәрін абадит етіп аламыз. Осылай етіп, енді мынаны білдіңіздер ме? Сіздер басып тұрсаңыздар, астындағы бір цветті, осындай цвет шығады. Және екінші үстінде басамыз, сол кезде осындай түс шығады. Енді тағы да жазсаңыздар, міне каждый әрбір букваны абадит етіп аламыз да, каждый букваны әртүрлі түспен жазуға болады. Міне, Т-ны бөлек, А-ны бөлек, оған басқа түс қосасың, ыңға басқа түс қосасың. Сөйтіп сіздер стористарыңызды тек қана әріптердің көмегімен әдемі жасауларыңызға болады. Керемет емес пе? Енді келесі біздің қоятынымыз, мынаны сіздер білдіңіздер ме? Задавайте вопрос деп тек қана ақ қылып қояды. Бұның цветі өзгереді. Бұны әртүрлі цветпен өзгертулеріңізге болады. Мына, болмаса сіздер осындай пастельный тонамен астындағы бір цветтің үстінен басып тұрсаңыздар, осылай шығарып аласыздар. Сөйтіп сіздер жоқ түсті жасаймыз. Келесі тағы да біздің жасайтынымыз, осы создать дегеннің ішінде неше түрлі туған күнге жасайтын басқа да заттар бар екенін біліп педіңіздер. Осыны жасаймыз. Содан келе жатырғанда бізге міне вопростар, тесттар, әртүрлі ойындар болады. Міне, задайте вопростың үстіндегі кубикті бассаңыздар, ана кубикті басқан кезде сіздерге басқа сұрақ шығады, тіпті басқа сұрақ. Қараңыздар, міне, бұдан да басқалары бар. Керемет емес пе? Дайын сіздерге тест. Қойып қоясыздар сториске, болды. Бұны мен енді ғана, жақында ғана білдім. Сіздермен бөліскім келді. Бұдан басқа қызықтар әлі алда. Менімен бірге болыңыздар. Және маған жазылып қойыңыздар. Мен неше түрлі сіздерге стористің, видеоның, басқа программа, предложениелерді көрсем. Міне қараңыздар. Жаңағы задавайте вопрос дегеннің қасына екінші задавайте мне вопрос деген тұр ғой. Соның үстіндегі кубикті тағы бассаңыздар, неше түрлі сөздерді алуға болады. Және оның түсін де өзгерте аласыздар. Какую песню мне послушать? Міне, одан кейін оның түсін де, цветін де өзгере аласыңдар. Міне, қандай сұрақтар. Осы инстаграмның создать дегеннің астынан басқан кезде, міне, осы жерден бәрін табасыңдар. Алысқа бармаймыз. Бәрі қолымыздың астында. Стористі әдемі етіп жасау біздің қолымызда. Бұдан басқа әртүрлі функциялары бар.
осындай сұрақ қойып сіздер тест жасауларыңызға болады. Қандай керемет. Міне осылай сіздер білмесеңіздер енді біліп жүріңіздер. Мен сіздермен бөліскім келді. Мен осы каналыма әртүрлі видеоға байланысты, предложенияларға байланысты, VN, CapCut, неше түрлі қалай қолдану керегін жазамын. Енді сіздер коллаж жасауды білесіздер ме? Міне осы создайттың қасында коллаж деген бар. Сол коллажға біздер әртүрлі суреттерімізді салуымызға болады. Және оны әрлей де аламыз, және үстінен жаза да аламыз. Міне мен 4 суретімді салдым. Және ортасынан сіздер просто шрифтпен, міне обыкновенный шрифті басып, осылай ұзын сызық жасап аламыз да. Соны бұлай вертикальный жасап, көрдіңіздер ме, ортасынан жасағанда әдемі болып шықты. Енді келесісін біз жасаймыз. Оны нижний пробелмен жасап көрсетемін. Нижний пробелмен жасағанда ол жіңішке болады. Егер де сіздерге жіңішке керек болса, нижний пробелмен жасасаңыздар, осылай ұзын етіп қойсаңыздар, қалай керемет. Осылай жасасаңыздар, сіздердің сториста коллаждарыңыз өте әдемі болып шығады. Енді коллаж жасаудың тағы бір түрін көрсетем. Бірінші бір фотоларыңызды саласыздар, содан кейін қалған фотоны галереяға барып, галереяға болмаса медиатекаға, айфонда барасыздар да скопировать етесіздер. Қай фотоны сол жерге қойғыларың керек. Міне скопировать етемізде кәдімгідей вставить етеміз. Міне вставить. Сіздерде екінші фото дайын болды. Осылай неше фото қойғыларыңыз келсе де сіздер қоя бересіздер. Міне қараңыздар, мен екінші фотоны тағы да қоям. Көріп алыңыздар. Міне 2 фотоны қойдым. Сіздер және білдіңіздер ме? Фотоны үстінен басып қалғанда, бір басқанда зеркальный отображение шығады. Міне бір басасың бұла жағынан, екінші бассаңыз зеркальный отображение болып шыға келеді. Өте керемет. Міне көрдіңіздер ме, екі жағына түскен кезде басқаша түстік, осылай қоя саламыз. Енді келесі мен сіздерге көрсететінім заливать етуді. Міне осы жерде заливать етеміз. Заливать етемізде бірінші карандашты қойып, үстін бассақ, еш нәрсе қалмай заливать етіледі. Одан кейін готово дегеннің қасында стикер бар, соның қасынан бассаңыз, және мына жердегі ползунокпен жіңішкелетіп, жуандатуға болады. Кетіретіндеріңізді әдемі етіп, бетін ғана кетіреміз. Сол кезде біздің дайын сторисіміз. Үстіне бір нәрсе жазсаңыздар да болады. Енді келесі заливать еткенде мына үшіншісін басамыз. Сол кезде үшіншісін басқан кезде карандаштың жайлап қана ар жағындағы фон көрініп тұрады. Бұның үстіне де әдемі етіп жазуларыңызға болады. Сіздің постыңыз дайын, қай жерде түскеніңізді жазуға болады, болмаса жазу керек әдемі сөздерді жазуларыңызға болады. Келесі бір фишка сториста бір өзіміздің фотомызды, баламыздың фотосын болмаса аламыз да, ортасына кішкентай етіп қоямыз. Және жаңағыдай шығып бірінші ползунокты аламыз, бірінші карандашты аламыз да жіңішке етеміз ползунокпен. Одан кейін көрдіңіздер ме, мынандай рамка жасаймыз. Әртүрлі цвет жасауларыңызға болады, тек қана қара емес, қызыл, көк, қандай фонға өздеріңізге келсе, қандай ұнайды сіздердің, ол тек қана фантазияларың біледі. Міне бұлай кішкене білікли, әдемі емес. Енді 4-ші ползунокты аламыз да жылтырақ осындай цветтер қоямыз, бір точкамен. Бұл жерде сіздер кетіретін болса отменитті басасыздар. Үстіне жалғыз фиолетовый емес, қандай сіздерге түс керек болады, сол астындағы түспен өзгерте берулеріңізге болады. Енді келесі біздің жасайтынымыз, міне осылай бір точка басамыз. Пробелді 10 шақты рет басамыз да, екінші точканы басамыз. Сосын үстіндегі аны басқан кезде, міне көрдіңіздер ме, сіздерге подложка шығады. Жазатын просто подложка, 4-1, тік 4-1 подложка, және түстерінде өзгерте беруге болады бұл подложканың. Енді қараңыздар, кереметті. Бұдан мен тек қана подложка емес, әртүрлі осы фотоны әрлеймін. Қазір қараңыздар, осыны үлкейтіп аламын. Қандай түс керек болады, өздеріңіздің фотоларыңызға байланысты, болмаса өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасайсыздар. Міне келесі бұдан азғантай цвет, осындай прозрачный цветті аламыз да, келесісін жасаймыз. Көрдіңіздер ме, қалай әдемі болып шығады. Осылай мен фотомды қазір әрлеймін.
үстіне жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да, жай ғана фотоны қойғаннан гөрі осындай етіп әрлеп салсаңыздар, өте әдемі сторисіміз дайын болды. Міне, керемет. Қандай керемет, ортасындағы, артында керек емес сіздер фон болса, ол да кетіп қалады. Енді сіз білдіңіз бе, полароид фото жасаймыз қазір. Жаңа фотоны үстінен заливать етіп тастаймыз, өзіңізге керек цветпен. Сосын осы инстаграмнан полароидтың суретін іздеп тауып аламыз. Полароидтың ізде қайсы сізге ұнайды, соны аламыз. Сосын оны басына келетін жерге қоямыз. Примерно басы қай жерде екенін ойлап, болмаса қозғап келтірулеріңізге де болады. Сосын ортасын стикермен кетіріп тастаймыз. Аккуратно стикермен кетіріп тастаймыз. Ең соңғы карандаш стикер. Міне, сіздердің полароид суреттеріңіз дайын. Бұның үстіне өздеріңіздің қалаған жазуларыңызды жазуға болады. Міне, готовы. Енді барамызда жазуды жазамыз. Әртүрлі цветпен, әртүрлі шрифтпен қалай жазғыларыңыз келеді, солай жазуды жазып шыға келеміз. Міне, мынандай етіп жасадым. Түсінген боларсыздар, бұны қалай жасау керегін. Міне, менің полароид суретім дайын. Енді сіздерге айтатыным, тағы да ең соңғы, бұл ең соңғы емес, алда әлі де беремін. Бірнеше фотоны, бірнеше постыны қатарынан сториске салуды білдіңіз бе? Мына көрген нешеме үстінде тұрған значокты басамыз, бірнеше сурет деген. Содан кейін қанша сурет керек бәрін таңдаймыз да, соның бәрін сторисқа жібереміз. Осы жерден біз әрлей беруімізге болады. Сонда каждый стористі бір-бірлеп отырмаймыз. Маған жазылыңыздар, әртүрлі фишкалармен алда мен сіздерді таныстырамын. Және де жалғыз стористің фишкаларын емес, қандай предложениемен жұмыс істеуді, VN, CapCut, Mojo, қандай не бар, фотоларды, видеоларды әрлейтін предложениялармен таныстырып отырамын. Сау болыңыздар. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Подписаться етіп басып, қасындағы колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіздер.